Эми кезек фураларга келип жетти. Сиздер азыр Бишкек кабар YouTube каналын көрүп жатасыздар. Биз ушул Бишкек унаа базарындагы фуралардын бүгүнкү күндөгү бааларын билебиз. Бүгүнкү күндө баалары канча болуп жатат деген суроолор болсо, видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, аягына чейин көрүп туруңуздар. Бул жерде мен айтып кетейин башында эле. Головкасы өзү жалгыз сатылгандар дагы бар, прицеп менен чогуу сатылгандар дагы бар. Биз аларды чогуу аралаш базарда кандай турган болсо тандабайбыз. Мисалы, мына жерден тет бурчка чейин дагы турат. Ал жактан бул жака дагы до конца тизилип турат. Андан сырткары тет жакта Mercedes Atego, Mercedes Gigant, ошолор дагы видеону аягына тартабыз. Мисалы, тет жакта турат. Ошолор дагы тартып кетебиз. Биринчи ага чейин мына ушул DAF'тын, Volvo'нун кабинасы, головкасы өзү отдельно тургандарды тартабыз. Аягына чейин көрүп туруңуздар. DAF 105 2007 жылкы механика $23,000. Анан айта кетчү нерсе, мен артына өтүп сиздерге тартып көрсөтөм деп убакытты дагы кетирбейин. Сиздердин дагы өзүм дагы убактымды албай эле коеюн. Ошон үчүн алдынан эле тартып кетейин. Volvo FH460 850 000 километр жүргөн, жылы 2015. Коробка автомат, расход 23-25, Германиядан келген, $43,000. Бул жерде прицеп менен келген Renault T480 678 000 километр жүргөн, жылы 2015 жылкы автомат. Франциядан свежий келген, сервис книжкасы бар. Баасы негизи бар экен, бирок кийин өчүрүп салыптыр. $46,000 дейт. Анын жанында телефон номери бар. Номерге чалып дагы сүйлөшүп көрөсүздөр. Свежий перегон. Ушунун жанында Renault T480 2015 жылкы автомат, $35,000. Франциядан келген ретардо холодильник бар. Анын жанында бул жерде баасын жазылыптыр. Сиздерге убакытты кетирип тартпай эле коеюн. Же кыска эле номерин тартпайын. Кимге ким алам деп жүргөндөр болсо, баасы болбосо дагы тартпайт. Мен өзүм чалып сүйлөшөмүн дегендер болушу мүмкүн. Прицептин өзү $8,000 дейт. Жалпы жазбаптыр. Бул жакта MAN. Бул да свежий перегон. 480 2014 жылкы. Баасы жок экен. Мунун баасы. Мунун баасы жок. Бул жерде бүт эле көп фуралардын баасы жазылыптыр. DAF 105 2013 жылы чыккан автомат. $29,000. Volvo FH 500 740 000 километр жүргөн, жылы 2015 автомат. Бул дагы баасын жазган эмес. Телефон номерге чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Бул дагы баасын жазган эмес. Бул жерде негизи көп эле баасын жазбаптыр. Ошондой болсо дагы сиздер бизден зерикпей, биз менен чогуу болуп туруңуздар. Бул жактагы фуралардын баалары бар. Барларды тартып кете беребиз. Renault 2007 жылы чыккан. Жалпы прицеп менен эсептегенде $27,000 сурап жатат экен. $27,000. MAN 98 жылы чыккан, $16,000. Телефон номери.
Бұл жерде Scania R 480 2011 жылға шыққан, $26,000 деді. Başı өзі жалғыз $26,000, жалпы $30,000 деді. Екі нөмір бар, жазып алсаңыздар болады. Бұл жерде Volvo'ның жалғыз головасы 98 жылға шыққан, $22,000 деді. Екі нөмірі бар. Анын жанында DAF 430 2006 жылғы, кабинасы қызыл түсті, $27,000. $27,000. Анан кейін бұл жақтадағы фуралар көп тұрады. Мен қысқа-қысқадан бат-баттан тартып өтіп кетейін. Renault T520 автомат 2014 жылғы, прицепі жылы 2007 жылғы екен. Бағасын жазбай қойып тұр. Прицепі дағы жоқ, өзі дағы жоқ. Бұлар бағасы жоқ, бүтілі бағасы жоқ екен. Ал бұлардың дағы ең артындағы бағалары жоқ. Ношыл Volvo'ның бағасы бар екен, жазылып тұр. Volvo Mega FH 460 2012 жылғы, автомат $34,000 жалпы бағасы. $34,000. Бұл жерде прицептер тұрады, бірақ қағазда жөн ғана номері бар екен. 2002 жылғы, балары жоқ. Балкім бұл жақта жалғыз головкасымен тұрғандардық болушы мүмкін. Номерге чалып сөйлеш көресіздер. Бұл дағы договор дейді. Прицеп 2007 жылғы екен. Прицеп іздегендер да өте көп. Бұл прицептің басы бар, $12,500. Германиядан келген. Бұл жақта қызыл түсті Volvo FH 2011 жылғы, 460 аттың күші бар. Прицеп чоғы сатылады екен. Басы $42,000. $42,000. Жақсы болды. Бұл жерде чоң фура айдағандардың елер ұшын жерде тұрады ұқсайды. Қазір біз мұнан кейінгі бұл жақтағы тағы бір Volvo FH-ті көрсетеміз. Жалпы $28,000 2007 жылғы. Өзінің прицептен сыртқарыдағы прицеп бар екен. Номерге чалып сөйлесіп көріңіздер. Бұның басы жоқ. Scania 580 8 цилиндр 2003 жылға шыққан, коробкасы механика, жалпы басы $26,000. Бұл дағы басын жазба қойып тұр. Бұл жақта басы бар екен. 2002 жылға шыққан. Жалпы басы $26,000. Bir емес 3 номері бар екен. Çalып сөйлесіп көріңіздер. Mercedes Actros 2013 жылға шыққан. Автомат, объем 12,8 дейді. 878,000 километр жүрген. Прицептің жылы жазылы 2008 жылғы прицеп. Басы $7,000. Амнан головка өзі жалғыз $28,000. Жалпы есептегенде $35,000 екен. Сіздерге экраннан қандай көрінді? Номерге çalып сөйлесіп көріңіздер. Бұл жерде ошол прицеп
2007 жылкы $7800. Бизде прицеп издегендер дагы, головкасын издегендер дагы өтө көп. Ошондуктан күн коюп видеону аягына чейин көрүңүздөр. Биз сиздер үчүн баарын көрсөтүп турабыз. 2015 жылкы $35,000 прицеп менен экен. Бирок прицеп кайсы жакта азыр белгисиз. Телефонду пауза кылып, камераны кичине жакыныраак кылып туруп номерди жазып аласыздар. $35,000 дейт. Мунун баасы жок. Бул дагы баасын жазбаптыр. Свежий перегон. BOF 2015 жылкы экен. Ушундай жаңы киргендер дагы баасын жазбай коет. Муну баасы бар экен. 2014 жылкы $40,000. Жалпы общий $40,000 экен. 705 89 99 99. Эми биз ушул фуралардан кичинекей маннарды тартабыз, грузовой гиганттарды видеону аягына чейин көрүп коюңуздар. Mercedes Atego свежий перегон 2006 жылкы, объем 4 автомат, бар иштейт дейт. $33,000. Бул жакта дагы Mercedes 814 91 жылкы, объем 5, свежий перегон дейт. Сомго жазыптыр, $620,000 дейт. Телефон номери бар. MAN 98 жылкы, 200,000 км жүргөн, коробкасы механика. Спальный бар, автономка бар дейт. $13,500. Номерин мен бул жактан айтып коеюн, бул жер азыр барайын десем бул жер суу экен. Номери 501 04 06 91 04 06 91. Баасы жок. Mercedes 814 96 жылкы, 6 ступка, 6 объем турбина, $13,500. Негизинен бул жакта унаалар көп. Бирок көп учурда негедир баасын жазбай коюшуп атат. Бааларды сиздерге пайдасы тийсин деп мен бааларды гана баасы барларын гана тартып көрсөтөйүн деп атам. Болсо баарын деле көрсөтпөкпүз. 98 жылы чыккан. Объем 6, баасы $13,000. Mercedes 817 96 жылкы, объем 6 механика, турбина, интеркулер, $11,500. Бул жакта дагы бир свежий перегон. Mercedes Atego 818 2001 жылы чыккан, объем 4-3, механика, пробег 330,000 км жүргөн. $15,500. Андан кийин дагы бир Atego 2002 жылы чыккан, объем 6-4, баары иштейт. Рейске даяр, баасы $25,000. Любой жака рейске даяр дейт. Бул жактагы манды көрсөтүп кетейин. 2000 жылы чыккан, объем 12 дейт, 8 ступка. $12,500 дейт. Mercedes 814 98 жылкы, 4-3 мотор, плита мотор, турбина, интеркулер, $10,500. Гигант 94 жылкы, объем 4, турбина, интеркулер дейт. Баасы $500,000 сом. Бул жерде гигант срочно сатылат экен, 92 жылкы, объем 4, срочно.
Баасы $6000. Mercedes Atego 818 Германиядан келген, $17500, объем 4.3. 500.000 километр жүріп тұр. Бұл жақта MAN 98 жылқы 8 ступка. Басы $13.500 кем етіп, $12.000 жүріп қойып тұр. Моторы, провозный мотор, жаңы басылып тұр. Біз әме бұл чығарышымызды жинтықтаймыз. Құрметті YouTube көрушілер, кейінгі базарға чейін бізменен чоғылып тұрыңыздар. Видеоларымыз жақ қалмаса, анда сөз тұрды лайк басып, сұраулар болса комментарий қалдырып, бізменен чоғы болып тұрыңыздар. Көрішкенше.